Все, қараңдар балдар, мұқият тыңдап алыңыздар. Енді теңдеулер жүйесінің шешімдерін қосындысын тап дейді. Бұл жердегі ең главный критерий балдар мынау. Бұл жерде есеп екі қадамнан тұрады. Бірінші, кәдімгідей теңдеулер жүйесін шешеміз, x пен y-ті табамыз. Екінші, сол табылған x пен y-ті қосамыз. Ұқтық па? Енді теңдеулер жүйесін шешудің әдісін үйрендік біз. Енді ең оңайы қосу тәсіліне апару деді. Қосу тәсіліне апару үшін біз мыналарды не істеп алдық? Мына екеуінің таңбалары әртүрлі тұр, сондықтан осы екеуін бірдей қылуға тырысамыз, y-дің алдындағы коэффициенттерді, y-дің алдындағы коэффициенттерді бірдей қыламыз десек, мынаны нешеге өтеміз? 4-ге өтеміз, мынаны 5-ге өтеміз. Мынаны деген сөз ол полностью өрнекті. Мынаны да барлығын. Демек көбейтіп шығайық. Мынау не болады? 8x ал 20x 20y тең 24-ті 4-ге өтеміз. 24 көбейту 4 дейсіз. Пока что. Мына жерде қалыңдар. Мына жер не болады? 15x 15x қосу 20y сен 65. 65 дейсіз жарайды. Енді мынарада 96 дейсіздер ме? 96, иә. Енді бұл жерде қосамыз. Бірінші өрнекті, екінші өрнекке. 20y-тер не істейді? Жойылып кетеді де, мынарда неше қалады? 23x тең 11 бір ой 161. Енді x табу үшін 161-ді 23-ке бөлеміз. Дұрыс айтады, 161-ді 23-ке бөлеміз. 7 екен. Демек x-іміз 7. Енді y-ті табу үшін бірінші теңдеуге апарып қойсылайық. 2 көбейтілген x-тің орнына не қоям? 14. 7 қоям. Азайтылған 5y тең 24. Сонда мынауымыз 14. 14 тан жаққа апарсақ, минус 5y тең 14 тан жаққа апарсақ 10 болады. Y-ім тең минус 2. Тамаша. Енді міне, бірінші қадамды орындадық, ертең бізде осындай да есеп болуы мүмкін. Теңдеулер жүйесін шешсе, осы екеуін табамыз. Және жүйенің жауабында x-ті бірінші жазамыз. X-іміз 7, Y-іміз минус 2. Ал енді бізге мынаны тап деп тұр. Сондықтан x-тің орнына нені қоямыз? 7-ні қоямыз. 5. Қосу минус 2-ні қоямыз. Демек 5 болады екен. Жауабы 5. Сөйтті?